Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен және сондай әлеуметтік желілерде бөлісулеріңізді сұраймын. Сіздермен мен бүгін осындай тефтелидің рецептісімен бөліскім келеді. Мен бұны полуфабрикат күйінде қазір жасап отырмын. Сіздер де жасап көріңіздер. Жұмыстан келгенде тез жасай қоюға өте ыңғайлы тамақ болады. Ең алдымен осындай 300 грамм күрішті әбден жақсылап қайта жуып, үстіне су құйып қойып қоямыз. Және де 1 килограмм фарш, сондай-ақ 1 килограмм пияз керек. 1 килограмм пиязды ұсақтап, өте барынша уақыт алғанша уақ қылып турайсыздар. Мен осылай қолым бос кездерде тефтелиді осылай жасап, дайындап, мұздатқышқа қатырып қоямын. Жұмыстан келген кезде, асығыс келген кезде, қонақ келген кезде тез пісіре қоятындай қылып дайындап қоямын. Осылай жасап жүрсеңіздер үлкен көмекші болады. Енді пісірер кезде мен мантоварка ет саламын, яғни буғада пісіремін, болмаса жаңа подливын қуырып алып, үстіне суын құйып, сосын ішіне тефтелиін салып, астына бөлек гарнир жасай қоямын. Сіздер енді өз қалауларыңызша пісіресіздер. Міне менің 1 килограмм пиязым мен 1 килограмм фаршым, соның үстіне жаңа жуып суға салып қойған күрішімді салдым. Және 1 жұмыртқа, және осы массаға 1 ас қасық тұз, сондай-ақ жарты ас қасық қарабұшты саламын да әбден жақсылап біріккенше дұрыстап тұрып араластырамын. Міне менің массам жақсылап тұрып бірікті. Енді қазір мен тефтелилер жасайтын боламын осы массадан. Бәрібір келкі шығу үшін мен 50-55 граммның ортасында фарштарымды бөліп аламын. 50-55 граммның ортасы өте жақсы көлем болады. Міне бөліп алған фаршымды осылай екі қолыма кезек-кезек лақтыра отырып, домалақ пішінге келтіремін. Әбден дөңгелек болғанша осылай екі қолыма кезек-кезек лақтырып отырамын. Міне қараңыздар, өте әдемі формаға енді. Енді мен қазір бұл жасалып болған тефтелилерімді бөлек морозкаға қатыратын жаңа подносым болсын, табан болсын, соның үстіне пергамент жаямын да, сол ыдысқа жинайтын боламын. Осылайша мен барлық фарштарымды тефтелиге айналдырып, тефтели жасап шықтым. Міне менің осы фаршымнан 39 штук тефтели шықты. Осылай подносыма пергамент жайып, осылай қойып шықтым бәрінде. Осылай енді мұздатқышқа қатырып қоятын боламын.